Қабысынама үшінші тарау. Алла тағаланың бергеніне шүкіршілік ету туралы. Ей перзентім, біліп алғаның жақсы. Дүниеде адам баласы қанша дастарханда болғанымен, барына қанағаттанып, шүкірлік етуі қиын. Сен қаншалықты өзіңді менмендіктен сақтап, хал қадірінше Алла тағаланың бұйрығын орындауға шын көңілімен ықылас етсең, сенің ғибадатың аз болса да көптің орнына өтеді. Алла тағала саған 5 түрлі тағат ғибадат орындауды бұйырды. Ол 5 түрлі тағат ғибадаттың екеуі байлар үшін. Оның біріншісі зекет беру, екіншісі қажыға бару. Қалған үшеуін барлық адамның орындауы шарт. Олар бірінші иман келтіру, Алла тағаланың жалғыздығына иланбақтық, оған тілмен ғана емес, жан діліңмен сену. Екіншісі 5 уақыт намаз оқу. Үшіншісі жылына 30 күн ораза тұту. Иман келтіру Алла тағалаға жақын болудың белгісі. Намаз оқу Алла тағалаға жақын болуды мақұлдап, пенделікті мойындап, оның құдіретіне бас июдің белгісі. Ораза тұту Алла тағаланың құдіретіне бас июді қуаттап, пенделігіңді мойындап, ынсап қанағатқа келудің белгісі. Егер сен пенделікті мойындасаң, оның пенделік парызын орындауың шарт. Егер де сенің қызметкер құлың болса, ол саған адал қызмет етуге міндетті. Сен Алла тағала алдында адал қызмет атқармасаң, қызметкер құлыңнан да адал қызмет күтпе. Алла тағаланың саған істеген жақсылығын сен қызметкер құлыңға жасай алмайсың. Егер сен қызметкеріңнің бағынуды талап етсең, Алла тағалаға мойын ұсындыра біл. Оған құлшылық етуден қашпа. Егер де құл құлшылық қызметінен бас тартып, ұлылықты аңсаса, ол кешікпей өз басына қатер төндіреді. Білгенің жақсы. Намаз оқу, ораза тұту Алла тағаланың саған жіберген жемісі. Оны жаны таза пенделер үшін жаратты. Ол жемісті пайдалануда жалқаулық істеме. Әзіреті саллаллаху алейхи вассалам намаз оқу барлық діндегілер үшін парыз деді. Намаздан бас тарту мұсылмандықтан бас тартып дінсіз қалу деген сөз. Ей перзентім, менің айтқан сөздерімнен көңіліңе күдік пайда болмасын. Намазды уағында және таза көңіл, ыстық ықыласымен атқарғын. Намаз оқыған адамның алдымен денесі, киімі таза болады. Тазалықтың қасиетін айтпасам да түсінесің. Намаз оқығанда теңдік жағдай үстемдік етеді. Мешітте бай да, кедей де, ғалым да, арам да қатар тұрып намаз оқиды. Егер намазда теңсіздік болған жағдайда, байлар кедейдің қасында тұрмай, бөлек оқыған болар еді. Намаздың мақсаты денеңді, жан дүниеңді таза ұстау. Сондықтан да кедеймін, шамам келмейді деп зекет бермеуге, қажыға бармауға жол бар. Ал намаз оқымауға ешқандай жол жоқ. Бұл тарауда айтатын сөздер көп еді, қысқартып айтқаным осы болды. Төртінші тарау. Тағат ғибадат туралы. Ей перзентім, біліп алғын. Алла тағала бәрімізге екі парыз іс бұйырды. Бұл парыз әсіресе дәулетті, бай мұсылман пенделеріне қатысты. Ол екі парыздың біреуі қажыға бару, екіншісі зекет беру. Әрбір пенденің жеткілікті дәулеті болса, Меккеге барып зиярат етуді парыз деп түсіну шарт. Егер қаражаты жеткіліксіз, дәулеті кем адамдарға Меккеге бару шарт емес. Дәулетті адам дені сау бола тұрып қажыға бармаса, ол адам байлықтың ләззатынан құралақан қалады. Өйткені адам сапарға шығып дүниенің ләззатын сезеді. Көрмегенін көріп, жемегенін жеу, естпегенін есту арқылы тән азығы мен жан азығын байытып, дүниенің жақсылығы мен жамандығынан хабары болады. Алла тағаланың бұл парызына күш-қуаты жетіп, сапарға шыққандар бұйрығын орындаушы тәлімгерлер сапынан болады. Сапарға шығудың тағы бір пайдасы дүниеден түрлі нәрсені көреді. Естігеніне күмәнданудан арылады. Бір затты естуден гөрі көзбен көрген абзал. Қажыға барушылар жиған дүниесінің пайдасын көрушілерге жатады. Сондықтан да дүниесі кемдерге қажыға бармауға рұқсат етіледі. Дүниесі аз адам қажыға барамын деп талаптану, әлім білмеген әлек, аттыға еріп жаяудың таңайырылыпты дегенге саяды. Сондықтан дүниесіз кедейлердің қажыға баруға шақырылмаған қонақ сияқты болады. Сондықтан Меккеге баруға күшін жететін болса ғана талап еткін де, күшің жетпейтін болса, өзіңді өзің әлекке салып қинамай, Алла тағаланың бұйрығын орында. Меккеге бару үшін
Ең алдымен жолға жетерлік дүние керек. Екінші, жол қиындықтарына шыдайтын денсаулық керек. Үшінші, жол қауіп қатерлі болмауы шарт. Төртінші, көңіліңді дүние талабынан шектеп, нәпсіні тыйып, ғарып жолында болу керек. Бесіншісі, қажылық етуді құрметтей білу керек. Осы 5 шартты орындаған жағдайда қажылық өз дәрежесінде болып, оның рахатына кенелесің. Зекет туралы. Ей перзентім, біліп алғын, ендігі парыздың біреуі зекет беру. Бұл парыз қажыға барудан зәру. Өйткені қажыға барамын деп ниет еткен адам биылғы жылы бара алмаса, келесі жылдар бара береді. Ал зекетті олай етуге болмайды. Қажылықты өмірде бір рет жасаса да жеткілікті. Зекет беру дүниесі бар бай, дәулетті адамдардың әрбір жыл сайын орындайтын парызы. Мал дүниесі бола тұрып, жыл сайын зекет бермеген адамның жиғанын адал деуге болмайды. Олар нағыз күнәһар пенделер қатарында. Алла тағала зекет бергенді өзіне жақын падишаларға теңеді. Пайымдасақ, байларды кедейлерге қарағанда падиша деуге болады. Падишаның падишалығы әділдігінде. Байлардың байлығы кедейлердің қадіріне жете білуде. Мәселен, падишалар бағынышты қызметкерлеріне еңбекақы бермесе, олар падишаның қарауынан кету жағдайын қарастырады. Нәтижеде падиша жалғыз қалады. Байлар да солай. Кедейлерге сый-құрмет көрсетпесе, байлығының қадірі болмайды. Дүниедегі адамдардың бәрі бай болса, кедей деген аты да болмас еді. Немесе дүниедегі барлық адам кедей болса, байлық падишалық болмас еді. Алла тағаланың шебер құдіретімен біреуді бай, біреуді жарлы, біреуді падиша, біреуді әмірші етті. Адамдарды бір-біріне тәуелді етіп бағындырды. Дүниенің түзілісі де осылай деуге болады. Ей перзентім, білгенің жақсы. Алла тағалам дүниедегілерді екі топқа бөліп жаратты. Бір тобы қаржы нәпақаны өндіріп беруші, екіншісі ол қаржыны алушылар, пайдаланушылар тобы. Сондықтан дүниедегі пенделердің бірі бай, бірі жарлы, бірі билеуші әмір, бірі падиша екені мәлім. Падишаның қуаттылығы өз жасағының көптігімен, ал байлардың қадірі жоқ-жұқанаға қарасумен артады. Қай кезде болмасын, падишалық өз қоластыңдағы қызметін бағалап, қадірлей алмаса, екінші бір қарсыласының алдында әлсіз болады. Байлар да жарлыларды қадірлеп, күн көрерлік қаржы беріп тұрмаса, Алла тағаланың қаһарына тап болады. Ей перзентім, егер малың болса, жылына бір рет зекет беруің керек. Басқа қайыр садақаңды қалаған уақытында бере бер. Көбірек берсең жақсы, бермесең оның сұрауы жоқ. Бірақ көп берсең абыройың асады, мәртебең биіктеп, Алланың рахым қорғауында боласың. Ей перзентім, ендігі саған айтарым, қажы мен зекет жөнінде көңіліңе күмән, күдік келтіруші болма. Қажыда атқарылатын жұмыстардың тәртібі, зекеттің тәртібі неге олай, неге бұлай болмайды деп ойланба. Алла тағаланың кереметтері көп. Оның жасырын сырын өзі ғана біледі, біз білмейміз. Қасиетті Құранда айтқандай, Аллаху яламу ва антум ла таламун. Алла тағаланың әмірін орындаудан басқа еш нәрсені ойыңа алма. Онда сенің жұмысың болмасын. Енді бұл жоғарыда айтылғандарды орындауды өзімнің міндетім деп түсінсең, ата-ананың міндетін еске алу, оған қызмет ету де Алла тағаланың әмірі, оны орындау міндетім деп түсінгін.